Үйді KonMari әдісі бойынша қалай жинау керек? Каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыз. Үйді тазалаудың маманы жапониялық Мэри Кондо жайында естуіңіз бар болар. Ол үй тұрмысында тәртіп орнату жөнінде 4 кітап жазған. Шығармалары әлемге тарап 2 миллионнан астам тиражбен шықты. 2015 жылы ол Time журналының нұсқасы бойынша топ 100 ықпалды адам тізіміне енді. Адамдардың біраз уақыты үй жинаумен өтеді, ал одан да маңызды мәселелер оның айналасында қалып қояды. Бұл әдіс үйді тазалауға аз уақыт бөліп, маңызды істерді атқару үшін уақытты тиімді пайдалануға үйретеді. Оның сыры неде? KonMari әдісі бойынша үйді қалай жинап тазалау керек? Үйді тазалағанда көпшілік жасайтын қатенің бірі керек емес заттарды жинап, ол шашылса қайта жинаумен уақытты текке өткізу. Қажетсіз заттар орынды көп алады, сол үшін олардан арылып, тек өзімізге қуаныш сыйлайтын нәрселерді қалдыру маңызды. Ол категорияларға мыналар жатады: киім. Барлық киіміңізді жинап, өзіңізге қуаныш сыйлайтынын ғана алып, қалған киімдерден арылу керек. Кітап. Ертең оқимын, тұра берсін деген кітаптар ешқашан оқылмайды. Сол үшін ертең оқимын деп жүрген кітаптардан арылған жөн. Ескі құжат. Қажеті жоқ қағаздардан да үйіңізді босатыңыз. Сентиментал заттар. Әкеңіз сыйлаған ойыншық, атаңыз түсірген фото, қуанышты сәттеріңіздің естелігі болып сақталып тұрған заттардан да арылған абзал. Ол нәрселерге қарап, керемет сәттерді есіме аламын ғой десеңіз қателесесіз. Бұл заттарсыз қуанышты сәттер ешқашан естен шықпайды. Сізді қуантатын заттарды ғана қалдырған соң бөлмені тазалайсыз. Осы кезде KonMari әдісін қолдану керек. Оның ерекшелігі тазалықты бөлме бойынша емес, категория бойынша орнатасыз. Яғни бірінші киімді жинайсыз, одан кейін шаң сүртіп, одан соң еден жуып, әрі қарай тізім бойынша заттарыңыздың арасында үйіңізге тәртіп орнатасыз. Әр затыңыздың орны болуы керек. Сонда оны іздеу үшін басқаларын шашып алмайсыз. Қажетті нәрсеңізді тез таба аласыз. Әр затты өлшемі бойынша жинаған жөн. Маусымдық қалың киімді бөлек, іш киімді бөлек, косметика, аксессуарларды бөлек жинау керек. Ол үшін әрқайсысына арнайы қобдиша арнап, заттарды бөліп сақтаған жөн. Тұтынуға жарамды, лақтыруға қимайтын заттар болады. Ал әлеуметтік жағдайы нашар адамдар ол заттарға мұқтаж болуы мүмкін екенін білесіз бе? Сондықтан қажетсіз, бірақ әлі қолдануға жарамды нәрселеріңізді қайырымдылық қорларына апаруларыңызға болады. Үйде қажетті заттарды ғана сақтаңыз, қолданбайтын және кимейтін бұйымдардың барлығынан құтылыңыз. Мэридің айтуынша, үйде тек пайдалы және сізді қуантатын заттар болуы керек. Үйде зат қаншалықты аз болса, үй жинау соншалықты аз уақытты алады. Адамдардың көпшілігі үйді бөліп жинайды. Мысалы, сейсенбі күні жуынатын бөлмені ретке келтірсе, бейсенбі күні жатын бөлмені жинайды. Шкафтың көлемі үлкен болған сайын, онда қажетсіз киімдер көбейіп шашыла береді. Егер кеңістік шектеулі болса, орынды үнемдеуге және киімдерді ықшамдап жинауға мәжбүр боласыз. Ілгіштегі киімдердің орнын да дұрыс ұйымдастыру керек. Мысалы, ұқсас киімдер бір-біріне жақын іліну қажет. Мэридің ойынша, киімдер де адамдар секілді өздеріне жақын киімдердің қасында жақсы демалады. Мэри күнделікті өмірде қағаздар қолдануды қысқартуын сұрайды. Оның айтуынша, қағаздар табиғатқа зиянын тигізумен қатар үйдегі реттілікті де бұзады. Үйдегі реттілік әдемі көрінеді және жеке өміріңізге де жақсы әсерін береді. Сондықтан да күнделікті үй жинауды ұмытпаңыз. Үйді тазалау арқылы күйзелістен айырылып, көңіл күйіңіз көтеріледі. Расында, үйдегі әрбір затқа, әсіресе киімдерімізге асқан ұқыптылықпен қарайтын болсақ, ол киімдерді кез келген жерге лақтырмаймыз, қалай болса солай шкафқа тастай салмаймыз. Оларға деген көзқарасымызды өзгерте алсақ, шашылған зат мазамызды алмайды. Әдемі болып жиналып, бізді қуантып, ұзақ қызмет жасайды. Міне, Мари Кондо осы ақиқатты насихаттайды. Кейінгі 2 жылда әлемнің 4 бұрышында, әсіресе ақш-та KonMari әдісін жаңа мамандық ретінде оқып меңгерген, арнайы сертификатталған мамандар көбейіп жатыр. Өйткені ақш-та KonMari әдісімен өз өмірін өзгертісі келетін адамдардың саны артқан.
Бұл тренд ерте ме кеш пе Қазақстанға да келіп жетеді. KonMari ұсынатын тазалық жай ғана үй жинау немесе қонақ күтуге дайындық емес. Бұл өміріңізге қуаныш сыйлайтын және өміріңізді мәңгілікке өзгертетін тазалық.